4 жұмыртқа. Бетіне дайын болған пенамыздың барлығын ыстық күйінде, пирогымыз ыстық болып тұрған кезде барлығын салып жібереміз. Міне салып алдық. Енді бетіне толығымен жайып шығамыз, тегістеп шығамыз. Пирогтың бетін толығымен жауып тұру керек. Әдемілеуін, оюлау, әшекейлеуін өздеріңіз қалағанша жасауларыңызға болады. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Пирогты пештен алғаннан кейін міндетті түрде үстін шарамен жауып қойыңыздар. Сонда осындай әдемі тамшылар пайда болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын.